164-ші есеп. 628 қосылған 26x немесе 1534y азайтылған 22 немесе n қосылған 916 көбейтілген 25 өрнегінің мәні 5-ке бөлінетіндей етіп әріптің орнына қоюға болатын екі санды көрсетіңдер дейді. Біріншісін қарап өтейік. 628 қосылған 26x. Бізде тікелей болсам 5-ке бөлінеді деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз, өйткені біздің 628-іміз 5-ке бөлінбейді. 5-ке бөліну үшін ол 5-ке немесе 0-ге аяқталу керек. Бұл жағдайда ол 8-ге аяқталып тұр. Сол сияқты 26-мыз да 5-ке бөлінбейді. Сондықтан біздер тек қана x-ті бір мән бере отырып, толық қосындының мәні 5-ке бөлінетіндей қылып істей аламыз. Енді қарайық. Жаңа айтып өттік, сан 5-ке бөліну үшін ол 5-ке немесе 0-ге аяқталу керек. Егер бізде x-ке 1 беретін болсақ, қосындының жауабы неше болады? Бұл қосындының жауабы 654 болып қалады. Өйткені 628 қосылған 26 болады. 654 4-ке бітетін болғандықтан ол 5-ке бөлінбейді. Сондықтан бізде x-тен бір жауабы келмейді. Ал x-ке 2 беріп көрейікші. X-ке 2 берген кезде бізде 628 қосылған 52 шығады. 26-ны 2-ке көбейткенде 52 шығады. Біз мына x-ке 2 беріп отырық. X-тен болады 2. Осы 2-нің мәнінде біз мына жерде көріп тұрық. Соңғы санымыз 8, ал мына жерде соңғы санымыз 2. 2 соңғы санын қосқан кезде біздің шығатын жауабымыз 0-ге аяқталады. 0-ге аяқталатын болғандықтан біз осының қосындысы 5-ке бөлінеді деп айта аламыз. Мына қосындыны таппай-ақ қазірден бастап көрініп тұр. Бұның қосындысы 5-ке бөлінеді екен. Ал есептейтін болсақ, бұл 680 болады. 680 0-ге бітетін болғандықтан ол 5-ке бөлінеді. Тағы сол сияқты x-тің орнына әртүрлі мәндер бере отырып, сендер екінші жауабын таба аласыңдар. Енді екінші есепті қарайық. 1534 y азайтылған 22 дейді. Тағы да 1534 5-ке бөлінбейді, өйткені ол 4-ке бөлініп тұр. 22 5-ке бөлінбейді, өйткені ол 2-ге бөлініп тұр. Y-дың орнына 1 беретін болсақ, ол санымыз 1534 болады, одан 22 азайтамыз. Тағы да ең соңғы сандарына қарай салуға болады. 4-тен 2 азайтамыз болып қалады. 4-тен 2 азайтқанда ол 2 шығады, 2 5-ке бөлінбейді. Y-дың орнына 2 берсекші. Ол мына санымыз 8-ге аяқталады, және мына 22 болады. 8-ден 2-ні азайтқан кезде 6 шығады. 6-мыз тағы да 2-ге бөлінбейді. Ал Y-дың орнына 3 берсекші. Қандай болады? 1534 көбейтілген 3 болады. Азайтылған 22. Енді біздер 1534-ті толықтай 3-ке көбейтуімізге болады. Немесе біздер ең соңғы санына қарай салғымызға болады. Бұл 4-ті 3-ке көбейткен кезде неше шығады? Бізде 12 шығып тұр. Ең соңғы санымыз сонда бізде 2-ге тең болады деген сөз. Мына көбейтіндінің ең соңғы саны 2-ге тең болады деп тұр. Ал мына жерде бізде 2 екінші санымыз тағы да 2 болып тұр. Сонда бізде айырманың мына жерде әртүрлі сандар болуы мүмкін, және ең соңғы саны ол 0 болады деген сөз. Сондықтан бұл санда 5-ке бөлінеді деген сөз. Сондықтан y тең болады 3 жауабы бұл жағдайда бізге теңдікті орындап тұр. Тағы сол сияқты басқа да
y-дың екінші мәнін тауып көріңдер. Осылай біздер 3-ті қарадық, 1-ді қарадық, 2-ні қарадық, 3-ті қарадық. Ары қарай сендер өздерің тағы да қарап көріңдер. Үшіншісі n қосылған 916 көбейтілген 25 дейді. Бұл есеп өте оңай. Себебі бізде 910 n қандай сан екенін білмейміз әлі, иә? N-нің орнына біздер әртүрлі сан қойып қарау керекпіз. Бірақ 916 көбейтілген 25 5-ке бөлінеді деп айта аламын мен сендерге. Неге десеңіздер, бізде екі көбейткіштің біреуі болсын 5-ке бөлінетін болса, онда көбейтінді 5-ке бөлінеді деген сөз. Ал бұл жағдайда бізде 25 ол 5 көбейтілген 5 деген сөз. 5 көбейтілген 5. Сондықтан біздің 916 көбейтілген 25-іміз 5-ке бөлінеді. Ал енді мына санның жалпы қосындысы 5-ке бөліну үшін біздер n-нің орнына бір санды қою керекпіз. Мына қосындының түгелдей 5-ке бөлінуі үшін. Біздер айттық, мына санымыз 5-ке бөлінетін болса, екінші санымыз да 5-ке бөліну керек қой. Толықтай 5-ке бөліну үшін. Екінші санның орнына онда 5 қоюға болады. 10 қоюға болады. 5-ке бөлінетін кез келген санды қойсақ, мына қосындының мәні 5-ке бөлінеді. Сондықтан n-нің орнына осылай әртүрлі 5-ке бөлінетін сандарды қоя беруге болады. 125, 550, тағы сол сияқты. Міне осылай шығарамыз.